Айжан мен Бұқашық. Ертеде Айжан деген бір қыз болыпты. Ол кішкентай қыз болыпты. Оған құрбылай қыздар келіп, жүр, бізбен бірге орманға көшеге барасың ба дейді. Сол кезде Айжан әке шешесінен сұранады. Әке шешесі, жарайды қызым, онда сен қыздардан алыс жүрме, әйтпесе сен кішкентайсың, үйді таба алмай қаласың дейді. Сол кезде ол жүріп келе жатып, қыздардан адасып кетеді. Ол алдында орман тұрады. Сол орманға кіреді де, алдынан Жалмауыз кемпір шығады. Жалмауыз кемпір Айжанға, сен енді Айжанды ұстап алып, Жалмауыз кемпір, сен енді менің қолымда боласың, сен маған қызмет етесің, отын жағасың, үй жинайсың дейді. Сол кезде ол сол жұмыстарын атқарып жүреді. Айжанның қарны ашады. Жалмауыз кемпір Айжанға жақсылап тұрып қарамайды екен. Бір күнім сол Жалмауыз кемпір өзі кетіп қалған кезде, жеміс-жидекке жинауға кетіп қалған кезде, сиырларды көреді Айжан. Сиырларға айтады, өтінемін, маған көмектесіңдерші деп жылайды. Соның арасында сиырлар әңгімелесіп тұрып бұқаны шығарады. Сол кезде бұқа Айжанға айтады, кел, менің арқама отырып ал, мүйізімнен қатты ұста дейді. Сол кезде Айжан жарайды деп, оның арқасына отырып, мүйізінен қатты ұстап алады. Сол кезде олар қашып барып жатқан кезде Жалмауыз кемпір келіп қалады. Жалмауыз кемпір Айжанның қашып кеткенін біледі. Сол кезде олардың артынан жүгіре бастайды. Сол кезде оны бұқаша көріп, қатты жүгіреді де шалшыққа қарай бет алады. Сол кезде шалшыққа түсіп, аяғымен шалшықты шалпылдатқан кезде мыстан кемпірдің үсті басы бәрі жаман болып, өзі жүгіре алмайды қалады екен. Сол кезде Айжан деген кішкентай қызды өзіне апарып тастайды екен. Әке шешесі қуанып, бұқашаға рахметін, алғысын білдіреді екен.